Бұл серіктестер арасындағы кикілжің курсы, ал мен психотерапевт, дәрігер Фазбимін. Грег, ол жайлы сөйлестік қой. Марлонның көңіл күйі қалай? Онша жақсы емес. Иә. Франсин, Кларк тышқан болса да, ең алдымен ол серіктесің. Бізге екі серіктес қосылды. Қарым-қатынастарыңыз қалай бұзылғанын айтып бересіздер ме? Енді ресми серіктес болғанымызға бір апта болды. Құтты болсын, достым. Және біз жақсы тіл табысамыз. Керемет деуге болады. Қаламызды да құтқарып үлгердік. Сондықтан мұнда отырғанымыз үлкен түсінбеушілік сияқты. Байқасаңдар, бірінші боп жауап берді. Серіктесіне ауыз аштырмады. Мазасыздығын басы үшін аяғын тарсылдатады екен. Ал оның мазасыздығының себебі эмоциялық тұрғыдан сенімсіз серіктесінің жасанды селқостығы. Жарайды, ал енді бір-бірімізбен амандасайық. Жарайды, өкінішке қарай, Карен Джоэлдың күлгенін агрессия танытты деп қабылдады. Тыныштал, Карен. Карен, тыныш! Біреуің су шашындаршы! Оян, түлкі! Бұл тапсырма тағдырларыңды шешет. Қолдарыңнан келмесе екеуіңді бөліп тастайым. Атам заманнан бері бірде-бір жылан аңдар шаһарына келмеген. Хопс пен Уайлд? Уайлд пен Хопс. Үздік топ. Кешір, Пол. Аңдар шаһарына оралыңыз. Бұл оқиға мәңгі есте қалады. Анау шағын ғой! Тоқта дедім саған! Кешірім сұрайым. Құлағындыртпа, құлағын тиіспе, қоянның құлағына тиіспе! Отбасыма көмектесуім керек. Секрет! Аңдар шаһары 2. Білесің бе, бұл ойың жаман емес сияқты. Мә саған, мені мақтағандай болдың ғой. Ал құлағыңды буып қойғаның жараспайды екен. Жарайды. Тек қана кинотеатрларда қарашада.